Оларына түрлі түсіндірме және жапсырма парақшаларын алған жастар өз орталықтарында арнайы жоспар жасады. Жоспарға сәйкес адамдар көп шоғырланатын орындарда аралап, коронавирустан сақтану шараларын түсіндіру. Сондағы басты мақсат коронавирус індеті өршіп тұрған шақта оның алдын алу. Өздеріңізге белгілі зейнетақы мен мемлекет тарапынан қолдау ретінде беріліп жатқан қомақты қаржының жекелеген шоттарға түсу науқаны басталды. Банкоматтар алда абыр-сабыр болатын біз айтпасақ та өздеріңіз білерсіздер. Бүгін Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен бүкіл әлемді алаңдатып отырған коронавирус індетінің күннен-күнге өршіп баруына байланысты жалпы халық арасында базарларда, көше бойларында халыққа, жастарға түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Жалпы түсіндірме жұмыстарына Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығының белсенді ерікті жастардан құралған 15 жас қатысты. Жалпы алдағы уақытта, яғни ертеңнен бастап зейнеткерлеріміз банкоматтарда зейнетақысын алатын күн болады. Сол кезде жаңағыдай қауіпсіздік ережелерін сақтау туралы үнпарақтар жалпы банкоматтарға жабыстырылды. Бүгінгі іс-шарада жалпы 200-ге жуық үнпарақтар таратылды. 45 үнпарақтар банкоматтарға, тиісті терминалдарға жабыстырылды. Жоғарыда аталған зейнетақы мен 42.500 теңге бүгінде жекелеген адамдардың шоттарына түсіп те жатыр. Осынау бір қиын сәтте кез келген банкоматтың алды ығы-жығы адам болары сөзсіз. Мұндай сәтте карантин тәртіптері сақтала ма? Әлде тұрғындардың біразы одан хабарсыз болуы мүмкін деген оймен жастар қала ішінде түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ең әуелі темір құтылар көп орналасқан алып сауда қалашығына бас сұқты. Маска болу керек, медициналық бетперде болу керек. Сосын кезек күткен кезде ара қашықтық 2 метр болды. Ара қашықтық 2 метр болды. Қазір вирус өте маңызды, сондықтан сақтықта қорқыныш жоқ. Қазір күтетін жағдай емес. Біз қазір ауданның ерікті жастары қазір біздегі кезек. Ал енді осы бір тәж вирусы жайлы кішігірім мәлімет бере кетейік. Планетаны осыншама дүрліктірген бұл қандай дерт? Өзекті сауалға ғалымдардың қысқаша жауабы төмендегідей. Бұл неткен вирус? Ғалымдар оған жаңа коронавирус деген анықтама беріп отыр. Бұл латынның краунс, тәж немесе халус, шеңбер деген сөздерінен пайда болған атау. Өйткені микроскоппен қарағанда осы екеуінің қосындысын еске түсіреді. Бұл вирустар тобына адамға зиянын тигізетін бірнеше түр кіреді. Олардың бірі тұмауға шалдықтырса, өзгелері жарқанаттары мен түйелерден және жануарлардан кездесіп, бүгінде ғылымда SARS ауыр әрі өткір респираторлық синдром және MERS таяу шығыс респираторлық синдромы деген акрониммен белгілі болып отыр. Ол қайдан келді? Вирус өткен 2019 жылдың желтоқсан айында Қытайдың орталығындағы Хубей провинциясының Ухань қаласында пайда болды. Оны алғашқы болып жұқтырғандардың көбі теңіз өнімдерін сататын базарға барған немесе сонда жұмыс істеген. Бұл сауда орны дереу тергеуге жабылды. Қытай медицина мамандары әуелде коронавирустың жануарлардан адамға берілетінін ғана мәлімдесе, қазір оның адамнан адамға жұғатынын мойындауға мәжбүр. Симптомдары қандай? Бұл вирусқа тән симптомдар: тұмаурату, бас ауруы, жөтел және дененің қалшылдауы. Сонымен қатар ақштың ауруларды бақылау және олардың алдын алу орталығының мәлімдеуінше коронавирустың едәуір қауіпті түрін жұқтырғандар демігеді, қалтырайды, ал ауруы асқынған жағдайда пациенттер пневмонияға шалдығуы мүмкін. Оны қалай емдейді? Қазір жұмбақ вирусты анықтау жолында сынақтар жүргізіліп жатыр. Алайда бұл инфекцияға тосқауыл қоятын вакцина әлі жасалған жоқ. Демек,
Ол жылына талай адамның өліміне себеп болатын кәдімгі тұмаудан қатерлі болуы мүмкін. Сондықтан қауіпті дерттің кең тарауына жол бермеу мақсатында коронавирусты жұқтырғандар ауруханалар мен үйлерінде оқшауланады. Ал оның симптомдары ауруды жеңілдететін және лихорадкаға қарсы дәрілермен емделеді. Сонымен қатар мұндай науқастарға суды көп ішіп, жазылып кеткенше тынығуға кеңес беріліп отыр. Коронавирустар қалай жұғады? Коронавирустардың көбі жөтелгенде, түшкіргенде немесе осы инфекцияға шалдыққандарда ұстағанда жұғады. Ғалымдардың сөзінше, жаңа вирус адамнан адамға жақын байланыста болғанда тыныс алу жолымен беріледі. Түркістан облысында да аты жаман індет тіркеліп үлгерді. Мұның себебі неде деп ойлайсыз? Ол төтенше жағдайдың тәртіптеріне немқұрайлы қарау деп топшылаймын өз басым. Бүгінгі жастардың да айтары осы. Банкомат алдында 2 метр ара қашықтықты сақтау, қатаң түрде бетперде мен медициналық қолғаптарды пайдалану. Ол тұрғындардың қауіпсіздігі үшін өте үлкен маңызға ие. Жастар ресурстық орталығы қызметкерлері банкоматтар орналасқан. Соның ішінде Халық банк ақша шешу орындарын аралады. Олар темір жол вокзалы, Карема сауда орталығы, сондай-ақ Жайна сауда қатарлары. Интернет желілеріндегі мақалаларға тоқтала кетейік. Коронавируспен күрес жөніндегі Қытай үкіметінің кеңесші дәрігері һәм ғалымдар тобының жетекшісі Зон Наншань Шэньчжэнь қалалық телеарнасына сұхбат беріп, бұйырса осы сәуір айының соңына таман жаһанды жайлаған індеттің беті қайтып, бақылау мүмкіндігі артатын болады. Десе де, одан кейінгі жағдай көмескі. Келер көктемде қайта бас көтеруі мүмкін екенін жоққа шығара алмаймын. Сондықтан біз вирустың болуы мүмкін екінші дауылына да төтеп берудің жолын қарастырып жатырмыз деді. Сонымен қатар Қытай дәрігері коронавируспен ауырып сауыққан адамдардың да жай күйіне тоқталды. Оның айтуынша дерт жұғып сауыққан адамдардың тыныс алуы бұрынғысынан 20-30%-ға төмендеген. Ол қатты қимыл жасап жүгірген кезде байқалып жатыр. Бұл уақытша құбылыс. Бұдан бұрын SARS жұқпалы індетін жұқтырған адамдардың да өкпесі нашарлап 6-12 айдың ішінде сауыққан деді. Қытай дәрігерінің жоғарыдағы індеттің тізгінделу уақыты жайлы болжамын басқа елдің вирусолог мамандары да қолдап отыр. Айталық, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ерекше бағдарламалар жөніндегі директоры Майк Райан өткен аптада ұйымдастырылған баспасөз конференциясы кезінде Еуропадағы ахуал тұрақтана бастады. Яғни бұл жалпы құрлықтық карантин ережесінің нәтижесі деді. Сол сияқты Вашингтон университетінің денсаулық сақтауды бағдарлау орталығы осы айдың 20-сынан кейін дерттің беті қайта бастайды деген болжамын жариялады. Бүкіл әлемді алаңдатып отырған коронавирус індетіне байланысты біздің Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығының ерікті қызметкерлері төмендегіше мәлімдемелер мен ескертулерді жолдайды. Вирус қалай таралады? Вирус адам сөйлескен кезде ара қашықтығы 2 метрден кем болса адамнан адамға және науқас адам жөтелсе, түшкірсе сілекей тамшылары арқылы және адам қолмен көзін, мұрнын ұстаған жағдайда да жұғуы мүмкін. Ең басты сақтық үйде болыңыз. Коронавирустың белгілері: қызу, ыстықтың көтерілуі, құрғақ жөтел, тыныс алудың қиындауы. Коронавирус бойынша сұрақтарыңыз болған жағдайда 1406 нөміріне қоңырау шалыңыз. Банкоматты пайдалану кезінде бетпердені киіп, адамдардың арасында ара қашықтықты 2 метрге сақтап, қолғап киюді ұмытпаңыз ағайын. Сақтанғанды Құдай сақтайды. Ескертулер ескерусіз қалмасын. Қоғамдық орындарға мейлінше бармаңыздар. Егерде қажеттілік туындаған жағдайда азық-түлікке немесе дәріханаларға баратын болған кездеріңізде
міндетті түрде сақтық шараларын пайдаланыңыздар. Бастысы медициналық бетперде мен қолғапты киіп, қолдарыңызға антисептикті жиі сеуіп жүріңіздер. Коронавирусты жұқтырмаудың ең дұрыс жолы үйде болу. Жалған ақпараттарға сенбей, тек сенімді мәліметтерге сеніңіздер. Күнделікті өмірде қолданып жүрген заттарды, үстелдер, есік ұстағыш, жарық жаққыш, раковина, телефон сияқты заттарымызды дезинфекциялаушы құралдармен күніне 2 рет тазалап жүріңіздер, және де үйді жиі желдетіңіздер. Вирустан қорғанудың ең бірінші жолы қолды жиі жууымыз керек. Қолды жуған кезде сабындап 20 секундтан кем емес жуғамыз. Және де арнайы спирттен дайындалған антисептиктерді пайдаланып жиі қолдануымыз керек. Бұл біздің вирустан қорғануымыздың тағы бір жолы болады. Сонымен қатар түшкірген кезде, жөтелген кезде арнайы салфеткалар мен майлықтарды пайдаланып, ондай пайдаланған майлықтарды осындай қорқыштарға тастауымыз керек. Тазалығымызды ең бірінші орынға қойып, вируспен бірге күресейік. Үйде болыңыз. Өзіңізге қамқорлық жасаңыз. Күніне қызуыңызды 2 рет өлшеңіз. Салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Ет пен жұмыртқаны толық пісіріп жеңіздер. Иммунитетті көтеретін дәрумендерді қабылдаңыз. Немесе құрамында жоғары витаминдері бар, дәрумендері бар өнімдерді қолданыңыздар. Жалпы алғанда қатаң тәртіп қашанда пайда әкелетіні рас. Құрметті аудан тұрғындары, карантин халықты қапасқа салып бұғып ұстау емес, керісінше азаматтардың амандығын қамтамасыз ету. Дегенмен де сақтықта қорлық жоқ.